Ассалаумағалейкум қазақ елі. X YouTube арнасы Таңжарық Стайл TikTok. Бірінші видеода нөлден қалай бастаймыз? Бордақ туралы сөйленген. Екінші видеода қандай жем берген дұрыс деген талқыланған. Яғни құрама жем комбикорм берген дұрыс деген айтылған. Енді оқыған комментарийларға қарасақ, қанша жастан, қай айдан, қалай бергенді, қанша килограмм бергенді айтшы депті. Бұйыртса айтамыз. 1 жасқа дейін, яғни 6-7 айдан 10 айға дейінгі бұзауларды қалай байлаған дұрыс. Мүмкіндік болса, жасқа дейінгі бұзауларды ешқашан мойнынан шынжырға байламаған дұрыс. Кемінде 10 айдан жоғары болу керек, денесі дәу болу керек, содан бастап мойнынан байлап бордаққа байласа результат жақсы болады. Ал оған дейін не істейміз дегенде мүмкіндік болса, бос қой беретін жерлер болса, бос қой беретін жерлерге қоя беріп байлаған дұрыс, қой беріп жемдеген дұрыс. Ал онда қалай жемдейміз дегенде, қой бермей байласа да болады, мүмкіндік жоқ болса мойнынан байласа да болады. Режимге қалай қоямыз? Яғни фунтамидін қалай дайындаймыз? Жаңа бірінші видеода ішкі құрттың, сыртқы құрттың қалай құртыстандырамыз, оны айттық. Екінші видеода құрама жем берген дұрыс дедік. Ішкі құртсызданды, сыртқы құртсызданды, құрама жеміңіз дайын. Ал не істейсіз? Азанда бірінші тұрасыз да, бос қой берсеңіз де мейлі, мойнынан байланған болса да мейлі, бірінші очередте міндетті түрде шөп, не жоңышқа, не сабан, яғни жем емес, жаңа шөптердің любой түрін бергеніңіз дұрыс, және тойғанша жеу керек. Өйткені оның алдында ол бос жүрген, даладан өз қалаған шөбін жеп жүрген мал, соның үшін оның асқазаны, организмі шөпке үйренген. Соның үшін ол міндетті түрде атқорымның бірінші күнінен бастап бірінші беретін затыңыз шөпке тою керек. Шамалы жарты сағаттай шөп жегесін. Шөп жегенде бас мойнынан байлаған болсаңыз, астын тазалайсыз, анау қыласыз, мынау қыласыз. Жарты сағат өткізіп жібересіз, жарты сағатта өзі шөпке тойып, шөпті аз жей бастайды. Сосын сразу суарасыз. Егер мойнынан байланған болса, шелекпен болса да суарасыз. Бос жүрген болса, пас сайын бір жерге су қойып қойғаныңыз, бір жерге шөп қойып қойғаныңыз, ол өте дұрыс. Алдында шөп, алдында су тұрғаны ол өте дұрыс. 24 сағат алдынан шөп, су үзілмеу керек. Алғашқы кезінде. Жаңа мойнынан байланғанда айтып жатырмын. Шөпке тойды, жарты сағат болды, су бердіңіз, тағы шөп бар. Су ішіп болғаны шетінен қайтадан шөп жей бастайды, суға шөпке тояды. Суға шөпке тойғаннан кейін адам жоқ болса, ол жатып күйіс қайыру керек болады. Соның үшін сіз малыңыз жат демалмай тұрып, шөппен суға тойып, демалмай тұрып, мал жатпай тұрып, сіз жем беріп бастайсыз. Яғни жаңағы құрама комбикорм жеміңізді қорықпай, смело азанда 2 килограмм бере беріңіз. Оның асқазаны көтереді. Гарантия. Өйткені сіз малды аш ұстаған жоқсыз. Ішкі сыртқы құрты кеткен, организмі тап-таза, және шөпке тойған, суға тойған, ол 2 килограмм жемді ол көтереді. Қорықпай 2 килограмм комбикорм бере салыңыз. Бірден бере салыңыз. Оны 100 грамм, 200 грамм, бірден 2 килограмм ұра салыңыз. Жасқа толмаған малды. Бос жүрген мал болсын, байлаған мал болсаңыз, 2 килограмм қорықпай бере салыңыз. Болды, содан кейін арғалай, тағы да жарты сағат жемді жейді де, бұрын жемеген болса, жеп жатқандардан қарап ақырын жейді. Соның үшін қорықпай смело 2 килограмм комбикорм беріңіз. Оның іші кетпейді гарантия, іші ақпайды гарантия, жем аяғына түсіп кетпейді гарантия. Өйткені сіз мен айтқан істеп отырсыз. Мен айтқан не? Малдың ішкі сыртқы құртын құртыстандырасыз, жататын орнын, яғни жем жейтін жерін как положено дайындайсыз. Қорықпай 2 килограмм төге салыңыз комбикормнан, өйткені оның алдында шөп тұр, шөпке тойған, шөп артықша тұр, суға тойған, су алдында тұр, қорықпаңыз. Кешке соны қайталайсыз. Ал енді ол жемді қалай көтересіз, қалай арттырасыз?
Кейбіреулер шөпті бір-ақ уақыт береді, одан кейін аз береді, күйіс қайырғанға ғана деп. Ол мүлдем қате. Ол қате. Шөпке тою керек. Шөпке тойғасан бар, су ішеді, суға тойғасан бар, жем жейді. Ал қалған уақытта қайту керек, демалып жату керек. Түсте ешқашан шөп, жем, су беруге болмайды. Азанда істеп кетіңіз, кешке соны қайталаңыз, болды. Бірінші шөпке тою керек, екінші суға тою керек, үшінші барып жем бересіз. Қалған уақытта мал жатып демалу керек. Кешке де солай. Ал енді кейбіреулер айтады, біз аздан көтереміз, шөпті аз береміз дейді. Ол қайдан пайда болған түсінік десеңіз, жаңағы жемді жеп атты, шөпті үйренді, шамалы ол кешке дейін жей бермейді, комбайн ғой. Бір күндері тойып алғаннан кейін ол тіреледі. Бір аптадан кейін жаңағы 2 килограмм жеміңізді жемеуі мүмкін. Жей алмай қалады. Оған қорқып абыржымаңыз. Ол жей алмай қалған күні сіз тупой емессіз ғой. 2 килограмм жемді жей алмай қалды, 1 килограммын ғана жеді ма, оны жеп тұрғанға апарып бере салыңыз. Жеп тұрғанға апарып бере салыңыз, сіз қайтадан ной 1-2 күнге, 1 күн 2 күнге қайтадан аппетиті ашылғанша 1,5 келе сондай берттіңіз бір уақытында. Өйткені ол 2 келені жегісі келмей тұр. Дереу сыпырып алыңыз да жақсы жеп тұрғанға беріп, жаңа жемден азырақ сақ қойыңыз. Қайтадан қалыпқа түсіп кетеді. Ал енді 2 килограммның өзін аздық істеп отқандарды қайтесіз, оны сразу 4 килограммға көтермейсіз. Сразу көтермейсіз, оған жарты келе қосасыз да кешкісін қосасыз. Азанда қоспайсыз, өйткені қыстың күні түн ұзақ. Кешке қайтесіз, 2 килограммда қанағаттанбай тұрса, шөпке тойып тұр, суға тойып тұр, жеміңіз аздық істеп тұр ма? Онда қорықпаңыз, жарты килограмм қосыңыз. Азанға, кешкісін қосыңыз. Кешкісін қостыңыз, азанға дейін мұжып жүріп бітірді. Азан 2 килограмм бере беріңіз солай. Енді тағы бір күні барсаңыз, азанғысының өзінде 2 килограммда өте азырқанып, бір 5 минутта жеп қойып, жандағысына жүгіріп жеп тұрма, онда азанғысына да қосыңыз. Болды, осы режиммен ақырын бұқаңыздың шамасына қарай көтере бересіз. Ал енді анау шөпті аз беру деген қайдан пайда болды деген кезде, мал негізі жілік майы толып, шамалы күйге келгенде шөпті азырақ жейтіні рас. Шөпті азырақ жейді, сенің көзің бар, миың бар, ақылың бар адамсың. Бұрынғы нормамен ұстай берме. Шөпті жақсы жемей жаса, ашқан шөбін алып тастап, жаңа свежий шөп сақ қой. Бұрынғыдан шөпті көп жей қалса аз бер. Ал аз шөпті жемге отырып, семіре бастағанда шөпті автоматты түрде мал аз жейді. Мал аз жейді. Ал енді елдер қайткен, мал біреудің семіз бұқасын барып көрген, қарасаң шөпті аз жеп отқан. Содан одан кеңес сұрайды, не дейді десе, ойбай, бордаққа шөптің қажеті жоқ. Біз 10 басқа, 20 басқа бір түк береміз, шөп анау несе болды, күйсін қайырғанға керек болды дейді да. Адамдар соған қабылдап алған. Ол түсінбейді. Ол барады да бір бұқан алып келеді, алдына кішкентай шөп беріп қояды. Оның артына көп жем салады. Ол өзі арқымал, организм үйренбеген, ол жемге жейді де бұқаның іші кебеді, артына қан кетеді, арты су болып ағады. Сосын кеңес сұрайды. Мен бұқама, 2 жасарлық бұқама 2 килограмм жем беріп едім, іші кеуіп кетті, іші өтіп атыр дейді. 2 килограмм жем, конечно, көп болады, 2 жас болса, 3 жас болса да. Неге? Өйткені ол шөпке тойған жоқ, ол суға тойған жоқ ол. Өте ашығып келген адам, өте шөлдеп келген адамға бірден 2 литр су бермейсің. Адам әлсірек қылады, өліп кетуі мүмкін. Дәл сол секілді сенің бұқаң шөппен суға тоймай тұр. Ол жартылай аш тұр. Оған барасың да бір кесек дәу ет бересің ғой. Ол ауырады ғой, ауырады, конечно, ауырады ғой, мал болса да. Соның үшін барлығының ара-жігін ажыратуымыз керек. Бүгінгі теманы мен өзімше өте жақсы, ұғынықты жеткіздім деп ойлаймын. Ал енді келесі видеода жаңағы мөлшерін айттым, жаңағы құрамдарын айтуды ұмытыппын. Құрамдары, яғни 1 жасқа дейін бос жүрсе, оның бойы өседі, жемге үйренеді. 1-2 ай, яғни жаңағы 10 айлық, 9 айлық бұзаулар болса, жасқа дейін 2-3 ай
бос қой берсеңіз, ол жемге үйренеді. Бір жасқа келгенде кәдімгідей дәу бұқа болады. Дәу бұқа болған кезде көп қозғалтпай мойнынан байлайсыз. Мойнынан байлайсыз да қорықпай жемге үйренген жем шөп суды алдына үйіп тастайсыз. Өзі бос 2-3 ай жүрген бұқа арғылай жалғасы тағы 2-3 ай, ұзақ болса 4 ай байласаңыз ол дайын болады. Алғашқы 2-3 айында жаңа энергиялы азықтықтарды көп бересіз. Жаңағы яғни бидайы жоқ азық бересіз. Алғашқы айында бидайды қосудың қажеті жоқ. Бидайды қосудың қажеті жоқ. Бидайсыз тағамдар бересіз. Арпа, бидай, жүгері, жымық, кебек, шұрот. Бидайды аз бересіз, бермейсіз. Ортаңғы айында бидайды 7% қосасыз, соңғы айында 10% қосасыз. Арпа мен бидай бастан ақыр 25%-дан 50%-ын арпа мен жүгері ұстап тұрады. Ат көрімнің басынан аяғына дейін өзгермейтін жүгері мен арпа 25-тен 25-50% ұстап тұру керек. Қалған 50%-ын жаңағындай жүгері, жымық, шұрот, кебек, бидайлар теңшейсіз. Ал енді алғашқы айында бидайды 5% 7% бересіз. Ортаңғы айында 10% бересіз. Соңғы 2 айында бір 15%-ға дейін берсеңіз болады. Себебі бидай ауыр, ашқазанға барып, 40 қабатына барып бетон болып қатып қалуы мүмкін. Соның үшін ол мал құриды. Ал соңғы айында беретін себебі ол 2 айдың ішінде ол бетон болып та үлгермейтін шығар. Оның организмі күшті. Алдында 4 ай жем жеген, енді бидайды шамалы көбейтсең, бидай ол бұқаның бойы өсіп алды. Бір жасты 3-4 ай болды. Бидайды көбейтсеңіз, жаңа еттің талшықтары, салмақ алуы барлығы дұрыс болады. Бірақ бірден бидайды көп беру апасын жаңағы ашқазанын құртуы мүмкін. Бұзауыңыз бойы өспей, доп-домалақ болып қалады да, бойы өспей қалады, салмақ алмай қалады, қатырып тастайды. Солай. Ендігі видеоларда соны айтуыңыз мүмкін. Комментарийға қараймыз. Видео ұнаған болса лайк басамыз, тіркелеміз, жан жаққа жібереміз.